Сәлем достар, эфирде оңай English бағдарламасы, сендермен мен Данияр. Бүгінгі санымызда біз осы шақ формаларының бірі Present Perfect туралы әңгіме қозғаймыз. Ендеше кеттік. Present Perfect шағын түсіндірместен бұрын назарларыңызды келесіде ережеге аударғым келеді. Ағылшын тіліндегі кез келген етістік дұрыс және дұрыс емес болып екі түрге бөлінеді. Дұрыс етістіктер олар regular, олардың дұрыс деп аталу себебі сөздің бастапқы формасының соңына ed жалғауы жалғанады да өткен шақтағы мағынаны білдіретін етістіктің формасын тудырады. Мысалға smile, smiled өткен шақта және present perfect шағында қолданылатын үшінші формасы smiled. Қарап тұрғандарыңыздай, мынау өткен шақтағы форма мен present perfect шағында қолданылатын етістіктің формалары бірдей. Play, played, played, live, lived, lived. Дұрыс емес етістіктер сияқты соңына ed жалғауы жалғану арқылы жасалмайды. Олардың әрқайсысының өзінің өткен шақтағы формалары бар. Мысалға see өткен шақта so болады және present perfect шағында қолданатын seen етістігі. Drink, drank, drunk. Біз present perfect шағында drunk етістігін қолданамыз. Sleep, slept, slept. Кейбір кезде present perfect шағында қолданылатын етістік формасымен өткен шақтағы форма бірдей болып келетін кездері болады. Present perfect өткен шақ пен осы шақтың аралығында болып жатқан оқиғаларды сипаттау үшін қолданылады. Оның қазақша немесе орыс тілінде баламасы жоқ. Present perfect келесідей жолмен жасалынады. Have көмекші етістігі. Have көмекші етістігінің қасында етістіктің үшінші формасы немесе ed жалғанған кез келген негізгі етістік тұруы мүмкін. Аталған ереже жақтарға қарай қалай жүзеге асады, соны байқап көрсек. Бірінші жақта көріп тұрғандарыңыздай мысал I have seen a lion. Мен арыстанды көргенмін. Бұл жерде have көмекші етістіктің рөлінде, seen осы шақтағы see көру деген мағынадағы етістіктің үшінші формасы. Екінші жақта you have seen a lion тура сол сияқты. Бұл жердегі ерекшелік үшінші жақта have-тің орнына үшінші жақ болғандығы себепті has қолданылады. Сонда мысалға she has seen a lion. Ол арыстанды көрген. Көпше түрде ешқандай өзгеріс жоқ. Have көмекші етістігімен етістіктің үшінші формасы немесе ed жалғанған етістік қолданылады. Ағылшын тіліндегі дұрыс емес етістіктердің саны 100-ден асып жығылады. Оларды біз жиі қолданамыз. Сол себепті аталған дұрыс емес етістіктердің қалай өзгеріске ұшырайтындығын білу ол өте маңызды. Present perfect шағы сөйлем түрлеріне қарай қандай өзгеріске ұшырайды? Бірінші сөйлем болымды сөйлем. Мысал we have sold the car. Аудармасы біз мәшинені сатып жібердік. Have бұл жерде көмекші етістіктің рөлінде. Sold sell етістігінің өткен шақтағы үшінші формасы. Екінші болымсыз сөйлем. Мысал Әсел has not sent a message. Әсел хабарлама жіберген жоқ. Бұл жерде have етістігінің үшінші жақтағы формасы. Болымсыз сөйлем жасау үшін біз көмекші етістіктен кейін not жалғауын жалғаймыз. Жаңа сөзді қоямыз. Және негізгі етістік send етістігі бұл send етістігінің өткен шақтағы үшінші формасы. Соңғы сөйлем түрі ол сұраулы сөйлем. Сұраулы сөйлем жасау үшін біз мына жерде тұрған көмекші етістікті сөйлемнің басына жібереміз де, сол кезде have you eaten this morning? Сен таңертең тамақтандың ба деген сияқты сөйлем жасалады. Бұл жердегі have көмекші етістігінің рөлінде eaten eat етістігінің өткен шақтағы үшінші формасы. Немесе үшінші жақ болатын болса has көмекші етістігі сөйлемнің басына шығады. Has either left school? Either сабақтан кетіп қалды ма? Present perfect шағы сөйлемде қандай кездерде қолданылады? Оның үш түрлі жағдайы бар. Бірінші жағдай past experience, яғни өткен шақтағы тәжірибеге қатысты. Мысалға Айгүл has been to Алматы. Айгүл Алматыда болған. Екінші жағдай recent action in the past. Жаңа ғана аяқталған өткен шақта болып өткен оқиға. Мысалға I have cut my finger. Мен саусағымды кесіп алдым. Бұл жердегі ерекшелік өткен шақта болып өткен жағдайдың қазіргі таңда нәтижесі болу керек. Мысалға мен қолымды кесіп алғанымды басқа адамға көрсете алсам, мен present perfect шағында сөйлей алам, немесе I have cut my finger деген сөйлемді айта алам. Үшінші жағдай unfinished action in the past. Өткен шақта басталып қазіргі таңға дейін жалғасын тауып келе жатқан іс-әрекеттерге қатысты. Мысалға I have studied English for 2 years. Мен 2 жылдан бері ағылшын тілін оқып келем. Іс-әрекет ілгеріде басталған және ол жалғасын әлі де тауып келе жатыр, немесе келешекте тағы да жалғасуы мүмкін. Достар, бүгіндікке осындай. Келесі сабағымызда біз осы шақ формаларының төртінші түрі present perfect continuous туралы әңгімелейтін боламыз. Ендеше